Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан балалар біз өткен тақырыпта оқыған екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер деген тақырыпты бүгін ары қарай жалғастыратын боламыз. Енді қазір сендерге мен мынандай тағы да бір мысал ретінде кітаптарыңның 102-ші бетінде берілген екінші тапсырманың асын түсіндіріп беремін. Соған сәйкес балалар бүгінгі тапсырмаларды орындайсыңдар. Енді балалар бұл жерде былай дейді: жүк машинесі 150 тонна. Жәнегі бірінші машине 150 тонна, екінші машина 100 тонна қиыршық тас жеткізді. Егер екіншісіне қарағанда біріншісі 2 рет артық қатынаған болса, онда әр жүк машинасы неше рет қатынаған дейді. Балалар, міне бірінші жүк машинасы 150 тонна жәнегі жүк қиыршық тас тасыған. Одан кейін екінші жүк машинасы 100 тонна қиыршық тас тасыды дейді. Енді мына екінші машинаға қарағанда бірінші машина 2 рет артық қатынаған екен балалар. 2 рет артық қатынады дейді. Сол 2 рет барып келген кезде балалар ол неше тонна жәнегі қиыршық тас тасығанын тауып алуымыз керек. Ол үшін балалар мен былай істедім. Жәнегі шешуі 150-ден 100-ді азайтамын. Тең болады 50 тонна. Яғни балалар, ол 2 рет қатынаған кезде 50 тонна қиыршық тас тасыған екен. Ал балалар, 1 рет қатынағанда неше тонна таситынын білу үшін осы 50-ді 2-ге бөлеміз. 1 рет барғанда қанша қиыршық тас тасиды екен? 50-ді 2-ге бөлсек балалар 25. Яғни балалар, 1 рет қатынаған кезде 25 тонна қиыршық тас әкеледі екен. Ал 150 тоннаны ол неше рет барған кезде әкеледі, соны табуымыз керек. Яғни неше рейс деп айтамыз ғой, орысша айтқан кезде, балалар. 150-ді 25-ке бөлемін. 150-ді 25-ке бөлсек балалар 6 болады. Олай болса, ол 6 рет қатынаған кезде жәнегі 150 тонна қиыршық тас әкеледі екен. Ал екінші жүк машинасы 100 тонна қиыршық тас әкелген екен. 100 тонна. Оны балалар 25-ке бөліп, мен неше рет қатынағанын табамын. 100-ді 25-ке бөлсем 4. Олай болса, балалар, екінші жүк машинасы 4 рет жәнегі қатынаған екен. Жауабын жазған кезде былай жазамыз: бірінші жүк машинасы 6 рет қатынады, ал екінші жүк машинасы 4 рет қатынады. Балалар, бұл жерде біз не істедік? Ең бірінші жәнегі сызба түрінде сызып алдым. Мен 150-ді кішкене ұзындау қылып сыздым. Себебі екінші жүк машинасы 100 тонна тасыған, ал бірінші жүк машинасы 150 тонна тасыған. Олай болатын болса, мына жерде жәнегі 100-ден қарағанда сәл 2 рет деп өзі айтып тұр, 2 рет артық қатынады. Міне, 2 рет артық қатынағаны белгілі, бірақ осы 2 рет қатынағанда ол неше тонна қиыршық тас әкелгенін табу үшін мен жәнегі 150-ден 100-ді азайттым. 50 болды. Олай болса, балалар, 2 рейс жасаған кезде ол 50 тонна қиыршық тас әкеледі. Ал 1 рейс жасаған кезде қанша тонна тас әкелетінін білу үшін осы 50-ді мен 2-ге бөлдім. 25 тонна. Яғни машинаға бір тиеген кезде балалар 25 тонна қиыршық тас тиеледі екен. Солай жәнегі 150 тоннаны балалар 6 рет қатынап, ал 100 тоннаны 4 рет қатынап әкелген екен. Қатынады дегеніміз рейс жасады. 4 рейс 6 рет жасады, және 4 рет барып қайтып келген екен. Балалар, бізде және екі тақырып өтеміз, соның екінші тақырыпта мынандай кітабымыздың 106-шы бетінде мынандай есеп берілген екен. Екінші тапсырмаға қарасақ, былай дейді: сызба тұр, жәнегі шалбар мен кофта тігілген тігін фабрикасында. 90 дана шалбар, 60 дана кофта тігілген. Бірақ балалар, бүгінгі біздегі есептің шартына қарайтын болсақ, бізде барлығын сұрап тұр. Енді сендерге балалар, осы есепке мен жәнегі мәтінін құрайтын болсам, былай деп құрауға болады екен: тігін фабрикасында 90 дана шалбар мен 60 дана кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 60 метр мата артық жұмсалды.
барлық шалбар мен кофтаға неше метр мата қажет болды? Енді балалар, бізге табу керек, жәнегі кофта мен шалбарды тіккен кезде барлығы қанша метр мата қажет болғанын. Ал алдыңғы тапсырмаларда біз шалбарға қанша кетті, кофтаға қанша кетті, жеке-жеке тауып жүрген болатынбыз. Бүгінгі мына шығаратын есебіміздің өзгешелігі балалар, барлығына қанша метр мата кеткенін анықтауымыз керек. Ол үшін балалар, бізде өздерің қарап отырсаңдар балалар, мына жерде жәнегі шалбардың артық тігілгеніне 60 метр матаны артық жұмсаған екен. Бірақ балалар, жәнегі кофтадан қарағанда қанша шалбар артық тігілді, соны тауып алуымыз керек. Ол үшін 90-нан 60-ты азайтамыз. 90-нан 60-ты азайтсақ балалар 30 болады. Олай болатын болса балалар, 30 дана жәнегі шалбарды артық тіккен екен. 30 шалбар артық. Осы 30 шалбарға балалар 60 метр мата жұмсалды деген сөз. Енді бір шалбарға қанша мата жұмсалғанын білу үшін 60-ты біз 30-ға бөлеміз. 60-ты 30-ға бөлсек 2 болады. Яғни 2 метр матаны бір шалбарға 2 метр, бір кофтаға да 2 метр, екеуіне бірдей мата жұмсалады. Олай болса, әр кофтаға немесе әр шалбарға 2 метр матадан жұмсаған екен. Енді балалар, бізге 90 дана шалбар мен 60 дана жәнегі кофтаға қанша метр мата жұмсалғанын анықтауымыз керек. Ол үшін балалар, мына жерде 90 дана шалбарға қанша метр мата кеткенін білу үшін 90-ды 2-ге көбейтеміз. 90-ды 2-ге көбейтсек балалар 180 болады. Олай болса 180 метр мата жәнегі шалбарға жұмсалған екен. Келесі 60 дана кофтаны 2 метрдан мата жұмсайтын болсақ, онда неше метр мата жұмсалғанын білу үшін 60-ты 2-ге көбейтеміз. 120 метр бұл кофтаға жұмсалған мата. Мынау бізде шалбарға жұмсалған мата, ал мынау кофтаға жұмсалған мата. Енді бізде балалар сұрақты қарасаңдар, міне барлығына дейді. Яғни шалбар мен кофтаға қанша метр мата жұмсалды. Оны табу үшін балалар біз жәнегі шалбардың 180 метр дедік шалбарға кеткен мата. Оған кофтаға кеткен матаны қосамыз. 180-ге 120-ны қосамыз. Барлығы болады бізге 300. Олай болса балалар 300 метр матаны жәнегі шалбар мен кофта тігуге жұмсаған екен.